түсінбеймін, неге көбісі волонтерлік ұйымға қатысқысы келмейді екен. Мен мысалға асар ұйымына кіріп, волонтердің мүшесі болғанын әлі де көнбеймін. Сол ғой, біз волонтерлік ұйымдарда көптеген жақсы пайдалы істерді үйреніп, оны басқа адамдарға да үйретеміз. Неліктен көп адамдар осыны түсінбейді? Волонтерлік ұйым еріктілердің жұмысы емес пе? Маған волонтерлік ұйым ұнайды. Айтып отырғандарың дұрыс. Бірақ құр әңгімемен жұмысымыз бітпейді. Сондықтан жұмысымызды ертерек бастайық. Бүгінгі біздің жұмысымыз төтенше жағдайларға арналған жадыналарды басқаларға тарату. Аялдамаларға өрт қауіпсіздігі үшін жадынамаларды илтеміз. Қоқысты және құрғақ шөпті өртеу кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау туралы түсіндірудеміз. Мұз үстіндегі және өрт қауіпсіздігі ережелері туралы өрт болған жағдайда өз өмірімізді қалай сақтандыру жайлы жадынаманы таратудамыз. Егерде сіз Төтенше жағдайда болсаңыз, 101-ге хабарласыңыз. Сіздерді еріктілер ұйымына шақырамыз. Осы челленджді еріктілерге және еріктілердің